жауабында сәрсенбаевты қазіргі күнде мына бас сот талқылауында мен адвокат Жұмабаев Асан Жұмабаевич қорғап жатырмыз. Сотқа дейінгі тергеп тексеру кезінде екі адвокат болғанбыз бұл кезде. Қазіргі таңда өздеріңіз көргендей сот залынан көріп отырсыздар, соттың басталғаннан бері барлығында да мен өзім қорғап жатырмын. Оны ақтауға негіз бар ма? Енді ол адам қазір қандай болмасын қылмыстық құқық бұзушылық бойынша қазіргі таңда ол сотталушы болып отыр. Ол сотқа дейінгі тергеп тексеру кезінде ол күдікті болып танылған болатын. Қазіргі кезде оның кінәлі ме, кінәсіз бе, оның кінәлі деуге әлі болмайды. Себебі оны тек қана соттың құзыретімен сот шешеді. Ол ақтала ма, ақталмай ма, оның бәрін тек қана сот шешеді. Қазіргі уақытта оның кінәлі емес деп қарауға болмайды әлі. Оны тек қана сот шешеді. Әзірге екінші адвокат жоқ, тек қана өзіңіз қарап. Иә, бір өзіміз қорғаймын. Саламатсызға, Катка телеарнасы Жанат Молдашева. Сіз мемлекет тарапынан деп бастапқыда айттыңыз, кейіннен сізді қызметіңізді жалдап алған екен. Туыстары ма, әлде сотталушының ата-анасы ма? Жалпы маған өте қойылған сұрақ не корректні болған жоқ. Себебі ол жалданды ма, жалданбады ма деген сұрақ дұрыс емес негізінде. Адвокат әрбір Қазақстан Республика Конституциясының 16-шы бабында көрсетілген әрбір қылмыстық құқық бұзушылық жасаған адам қорғануға құқылы. Сондықтан да оның енді соттан сұрақты дұрыс бұл үлкен қоғамдық резонанс туғызып жатқасын болған кез келген мәлімет ашық айтылуы керек. Адвокат сіздің сұрағыңызға жауап берейін. Адвокаттың өзінің құқығы бар. Пробано дейтін қызметі бойынша адвокат әлеуметтік көмек ретінде қоғамдық негізде, қайырымдылық негізде тегін көмек көрсете алады. Мен сол тұрғыда қазір, мен сол пробано бойынша, қызметі бойынша мен қазір тегін қызмет көрсетіп отырмын. Тегін қызмет, бірақ ол бойынша көмек ретінде әлеуметтік көмек дейтін бар. Әлеуметтік көмек, қайырымдылық негізде көмек жасауға болады. Ол бойынша жасақталған бұның туысқандарымен жасақталған келісімшарт бар. Сіз сонда сотталушының тегін көмек беруде енді қандай да бір қорғаушы. Сіз қандай негіз болды қорғауға? Мен сізге түсіндіріп айттым, Қазақстан Республикасының Конституциясының 16-шы бабында алар кезде кез келген қорғаушы адвокат бір нәрсеге сүйенеді ғой. Мүмкін сіз кінәсіз деп есептейтін боларсыз, иә? Мен ол турасында тағы да қайталап айтайын. Бұны қазіргі кезде Сәрсенбаев кінәлі болып танылған жоқ. Оны кінәлі деп айтуға болмайды. Мойындады ғой айыбын. Мойындай берсін, бірақ та оны соттың құзыретін оның қандай кінәлі ме, кінәлі емес пе, оны тек қана сот шешеді. Оны тек қана қазіргі уақытта оны кінәлі деп әлі айтуға болмайды. Сіз әлі айта алмайсыз кінәлі деп? Мен де әлі айта алмаймын. Иә, ол қазіргі уақытта өзінің соттың алдын-ала тергеуінде алдын-ала ол айтқан болатын, өзінің кінәлімін деп айтқан жоқ. Ол өзі қандай жағдай болғанын, бұл оқиғаға оның қандай қатысы бар екенін тек қана мәлімдеген болатын. Оның кінәлі кінәсіз екендігін тек қана сотпен шешіледі. Жоқ, мойындады ғой енді сіздің қорғаудан алып, енді ол әрине әзірге енді ол мойындау дегенде ішінара мойындау бар, мойындау бар да. Соның әлі енді толыққанды ертең өзінің жауабын береді. Сол кезде ол анықталады. Осы келесі сот процестерінде оның жауап табылады. Сол кезде ол толық ол бойынша өзінің мәлімдейді. Сіз енді ашумен жасалып